жеңім дегендер қамын жегендер. Бұл жерде Серікжанға жасап отырған қастандық емес, бұл бүкіл қазаққа жасап отырған қастандық. Ішкі істер министрі Тұрғанбаев Ерлан мырза соны білмей отыр ма? Оны мемлекеттің басын ауыртпай, оны зарлатып жылатып әкімшілікке жібермей, Сол жерде өліп кетсе кім жауап береді? дөйдаладағы арызданушылардың арызын мүсәпірлеп кетіп отыр. Қорғау жұмыстарын жалғасты атқара береміз. Ассалаумағалейкум, жалпы қазақстандықтар. Біз Атажұрт еріктілері Алматы және Астанадағы болып өткен жағдайлар туралы бүгін аз да болса халықтың аузындағы тарап жүрген сөздерден біраз талқы жасайық деген едік. Менің аты жөнім Меллатхан Айтқалиұлы, оң жақта Дәулеттікұлы Ербол, Қайрат Байтолла ағамыз осы туралы біраз сұрақ жауаптар айтсақ дегенбіз. Онда бастай берейік. Әлеуметтік желілерде тарап жүрген Серікжан Біләшұлының Алматыдан Астанаға алып келіп, оны қамап қойып, одан үйғамаққа қарай шығарғандығы туралы әлеуметтік желіні ақтарып отырсақ, біраз елдердің сұрағы және ол туралы тұспалдар жүр екен. Сол туралы айта кетсеңіз, сіз Қайреке, бұл өзі алдымен қашан, қалай пайда болды? Бұл енді, ассалаумағалейкум, көпшілік 10 наурыз, 9 наурыз күні біз жұмыста отырған кезде бір белгісіз адамдар Атажұрт еріктілерінің офисіне қайта кіргіштеп жүр деген хабарды естігеннен кейін жігіттеріміз сол жігіттерді суретке тартып алған екен, және офисте камера болады, сол камера арқылы полиция шақырды. Полиция 5 минутта жетіп келді. Көрді, ішінде біреуін сырттан есіктің алдынан жігіттер ұстап берді. Бұл 9 наурыз күні. Түстен кейін болған, иә? Иә. Қайтып 10 наурыз күн, енді сол күні біз енді кейбір нәрселерден біраз күмәндандықта үйіне бармай-ақ қойсыншы деп ойладық. Жігіттеріміз сол Алматыдағы Рақат Баласыдан бір 2 күнгі үй жалдаған. Дәл сол жерде сағат 2 мөлшерде түнгі 2-де полицейлер басып кіріп, сол жерден алып кеткен. Алып кеткенде Астанаға алып кеткен. Сонымен ертеңде таңертең осындай жағдай болғандығын естіп, біз келсек 8-ші қабат 818 үй екен, үйдің іші еденнің барлығы қан. Мына жерде қан болған, міне қанның іздері. Міне жердің бәрі қан. Қанның дағы. Сіздер мына жуатын болсаңыздар, сіздермен соттасамыз біз керек болса. Одан кейін орамалда қан дақтары бар, есіктің күшіктері барлығы сынған. Мына серіп жауып болған, не жетсе келіп алыңыз деген. Бұны үзіп тұрып ашқан ғой, мұны түнде ғана көрген мен. Бұның бүтін екенін. Өздеріңіз оны әлеуметтік желіден де көрдіңіздер ғой, біздің жігіттер соны түсірген немелер. Осындай жағдай. Әлеуметтік желіде тарқаған хабарға қараған кезде түнгі сағат 2-де не ол телефонда хабарласпаған, немесе есік қағып өзінің полиция екендігін айтпаған. Есікті күшпенен ішіндегі қауіпсіздік шын жерде шекем үзіп кірген. Енді Серікжанды шақырса да ол полицияға барады ғой. Серікжан өзі жұмысқа келіп жүр, кетіп жүр, үйіне барып жүр. Ол қашып адам емес қой. Шақырса да өзі полицияның немесі бойынша, тәртібі бойынша шақырса да барады. Бірақ енді түнгі сағат 2-де оны есікті теуіп барымталап кету деген, былайша айтқанда барымта. Біздің адвокат Айман Омарованың өткенде тілшілерге берген сұхбатында да, және әлеуметтік Еуропаның және Түркияның әлеуметтік желілерінде жазуларында барлығында бұл нәрсе ешқандай бір ішкі істер министрлігі құзырлы органдарының тәртібіне жатпайды, барымта деп отырғандар. Бүкіл басылымдардың барлығында солай деп айтылған екен. Біздің адвокат та солай деп баға берді, барымта деп. Сонымен халық бір үстінде. Енді сосын барып мына ұлттық арна басты тақырып бағдарламасында бұл мәселені талқыға қояды, бір заңгер кісіге сұрақ қояды. Серікжанның
бір кез келген бір видеосының біреуінің ішіндегі ең өздеріне мына ана бір жихад деген сөзді ғана айтқызатын жерді қиып алып қояды да сол үшін талқы жасайды. Сол енді не үшін солай ұлттық арна солай не істейді екен? Жаңа әлеуметтік желіде қарап отырсақ, ол туралы елдердің комментарийі неше жүзден асып кетіпті. Оның толық нұсқасында былай деп елдер өзі әлеуметтік желіде айтып жатыр. Мүшриктермен, құрайшылармен болған жихад деген автомат алып Сирияға бару емес. Бүгінгі жихад ақпараттық идеологиялық жихад. Мына ұлттық арнаның басты тақырып бағдарламасы. Бағдарламасының көрсеткен көріп шықтық толық. Бұл арнаулы тапсырыспен жасалып отырылған бағдарлама екендігі бесенеден белгілі болып тұр. Өйткені Серікжанға тағылып отырған кінә 174 баптың 2 тармағы күйінше дейді. Ұлттық араздық тудырды, жихад жасауға шақырды дейді да. Сол жерде Серікжанның жихад деген сөзін анау видеодан қиып алып көрсеткен да. Ол видеоның толық нұсқасы бар бізде. Ол жерде Серікжан ол толық нұсқасында ақпараттық жихад жасауымыз керек деген. Мана ұлттық арнаулы қиып отырып Серікжанды осындай жаман көрсету үшін осы қадамға барып отыр. Ұлттық арна Серікжанды көрсеткіш болса, 3 жылдан бері зар еңіреген жетім жесірменен жұмыс жасап жатқан Серікжанды бір рет арнаулы таныстырса болмай ма? Мынау қазақтың мұңын, зарын көтеріп жүр ғой. Жылаған елге көмектесіп жүр ғой. Ұлттық арна жақсылыққа шақырғыш болса, Серікжанның жақсы қасиетінен бүкіл қазаққа үлгі көрсеткісі келсе, осы идеологиямен жұмыс істейтін арна болса, Серікжанды бір рет арнаулы хабарға сыйғызар еді ғой. Бүгін жерден жеті қоян тапқандай қылып, мынау ішкі істер тарауларының жасап отырған қитұрқы әрекетін жасыру, жабу, соны бір ақпаратты қолдау негізінде жасап отырғаны бесенеден белгілі көрініп отыр. Өйткені видео қиып көрсету деген ол түсінбейміз бұл жерде. Арандатушылық бұл. Ұлттық арна ұлтқа қызмет етуші ма, арандатушы ма деген сұрақтар көп. Ол бәрі бүкіл ана комментарийді көрсеңіз бүкіл халық жазып отыр оны. Ол халықтың көзі ашық түсініп отыр. Бұл жерде Серікжанға жасап отырған қастандық емес, бұл бүкіл қазаққа жасап отырған қастандық. Бүкіл қазақ халқы Серікжан Біләшұлының осы 3 жылдан бері Қытайдағы зорлық көріп, жапа шегіп отырған қазақтарды құтқару жөнінде атажүректілері ұйымын құрып, соған басшылық етіп, көптеген жұмыстарды атқарып отырғандығын бүтін қазақ халқы және Еуропа, Американың кісілік құқық қорғау органдары барлығы біледі. Қаншама арыздан жылап сықтағандар келіп бізге арызданады, сонымен бірге қаншама адамдарды біз қайырымдылық көмектерменен атажүректілері бағып отыр. Міне осының барлығын біле тұрып, осылардың жылап сықтаған адамдардың біреуін ұлттық арна телевизорында шығарып көрсетті ма? Қытайда осындай жағдай болып қойыпты, мына жағдай қиын болып жатыр екен, мына жігіттер еріктілер болып топтасып, осыларға көмектесіп жатыр екен, осыны біз көрсетейік деп ұлттық арна оны көрсетті ме? Көрсеткен жоқ. Керісінше қазақта бір сөз бар, құлан құдыққа құласа, құлағына құрбақ ойнапты деп. Серікжанның сөйлеген сөзін қиып апарып сол жерде қолданған. Ақпараттық жихад деген. Жихад деген сөз, жихад қолыңа қару алып соғыс деген мағына бермейді. Біз жихадқа байланысты көптеген терминдерді біз де сараптап ұстап отырмыз, бар. Ақпараттық деген сөз бар бұл жерде. Сондықтан біз бұл арнаның қай бағытта жұмыс істеп жатқандығына біз қазір түсінбей отырмыз. Біздің ақпарат құралында да осындай жағдайлар бар. Халыққа күдік тудырады. Бұл журналистиканың тәртібі бойынша бұлар ұлттық арна халыққа жұмыс жасағысы келсе, мынау ішкі істер тараулардың жасап отырған заңсыздығын сөгу ретінде Серікжанды түн жарымында қарулы күшпенен барып барымталап алып кеткен ішкі істер тарауларын сынаса керек еді. Халыққа үрей туғызды деп. Қазір халық дейміз, біз де халықпыз. Біз де қарапайым адамбыз. Бізде де үрей болды содан кейін. Бұл кез келген адамды ұстай бере ма бұлар? Серікжанды бір звондап Астанаға кел десе келеді ғой Серікжан. Қазір әлеуметтік желіде Астанаға керек болса. Әлеуметтік желіні көріп отырсыздар ғой. Бұл тіпті мемлекеттен көшіп кеткіміз келді деп
бір-біріне мұң-зарын айтып жатқан. Иә, бұл кез келген қарызға адамды барып тарпа бестен ұстап алып келетін болса ол қандай? Ол құқық қорғау органының этикасында бар ма? Тіпті Қазақстан Республикасының заңында ондай бар ма? Тарпа бастап ұстап алып келу. Бұның қарсы жағы өте көп болып отыр. Бұл Қазақстанның абыройын түсіреді. Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіреміз деп отырған ел. Бұлай болса қалай кіреді? Кез келген адамды ұстағысы келген кезде ұстай береді. Қазақстанның қамағысы келсе қамап, соттағысы келсе соттай берсе. Қазақ ұлтының абыройына. Бұл қазақтың мемлекеттің бет-беделін халықарадағы бірақ түсіреді. Халықтың алдындағы сенімін кетіреді биліктің. Елбасымыздың абыройын түсіреді. Қазақ халқы тарихқа қара бет болып қалады. Өзі үшін қызмет етіп жүрген бір ұлын қорғап қала алмаса, ол қандай халық болады? Жер бетінде қазақ үшін нағыз адал жұмыс істеп жүрген екі адам бар болса, осы жер шарында, соның біреусі Серікжан. Жалғыз адам болса, ол Серікжан. Серікжанның жылап отырып, зарлап отырып істеген жұмысын бүкіл халық көріп отыр. Әзір бұрынғы заман емес, әзір видеодан бәрі адам көреді, түсінеді. Дені сау, көзі көретін, құлағы еститін адамның бәрі біледі деп ойлаймыз. Ұлттың қызметін істеп отыр. Сонда наурыздың 10 күнігі барымтадан бергі жағдай, ешкім ештеме деген жоқ, ешкім шығып сөйлеген жоқ. Ішкі істер министрлігі Тұрғанбаев Ерлан мырза соны білмей отыр ма? Барымта екенін бүтін әлем ақпарат шулап жатыр. Еуропа, Америка шулап жатыр. Түркияның ақпарат құралдары шулап жатыр, біз көріп отырмыз. Халыққа түсіндіру жұмысы жүрілген жоқ міне. Халық қазір үрей үстінде. Сол ішкі істер министрлігі Тұрғанбаев Ерлан осыны білмей отыр ма сонда? Егер бұндай жұмысты дұрыстап істей алмаса, жұмыстан кету керек ол. Оған міндетті түрде басшы бұйрық беріп отыр ғой. Ол ең төменгі жаңағы қызмет міндет атқарушылар сол бұйрықты орындап отырған болуы мүмкін. Сонда оны ең жоғары жаңағы қоя ма? Жоқ, әдеттегі қызметкерлері министрлікке қарайды ғой ол. Ол қызметін атқара берсін, мақұл. Сол анау министр ғой. Ерлан Тұрғанбаев па? Иә. Ерлан Тұрғанбаев мырза бұл әзірге дейін білмей ма? Әлемнің ақпараты шулап жатыр бұл. Кешегі мынау ұлттық арнада беріп отыр. Жақсы қырынан берсін, жаман қырынан көрсетсін. Ұлттық арна ішкі істер министрлігінің жаңағыдай барымтасын жасыру үшін қолдан жасап қиып таратып отыр ұлттық. Ол халыққа қылмыскер қылып көрсеткісі келіп отыр да. Не үшін аяқ астынан барымта ретінде соны ұстап Астанаға алып келгендігі туралы әлі ешкім одан түсініктеме берген жоқ, ешкімде түсініктеме берген. Мәселен, Серікжан бірінші қылмыскер емес. Қазір олар қылмыс күмәнсіз ретінде ұстап отыр. Қылмыскер емес, күдікті ол. Күдікті. Сондықтан күдікті болған адамды есікті теуіп кіріп, мәселен, ода жүрек ауруы бар болуы мүмкін, қан қысымы жоғары болуы мүмкін. Сол жерде өліп кетсе, кім жауап береді? Ерлан Тұрғанбаев жауап бере ма? Жоқ, кім жауап береді сол жерде өліп кетсе егер? Біреу есігіңді теуіп кірсе, қандай күйде болады? Қандай адам болса, тосаттан ұйқыда жатқан адам бұл деген мемлекеттік дәрежеде ойланатын нәрсе бұл. Енді бір сұрақ. Танымал саясаткер Әзімбай Ғалиға Алматы қалалық сақшы неге Серікжанға қарсы пікірді айт деген. Әуелі олар тіпті Әзімбай Ғалиға Серікжанды қамағысы келетінін айтқан. Екі болмай келдім, сағат 12-де шықтым. Сонда мені 10 сағат ұстады. Сонда талап еткені Серікжан Белаш. Соған компромат айтты. Енді тергеудің қағазын оқысам, қайта мен менің айтқаным бөлек та, олардың жазғаны бөлек болып шығады. Мен түзеймін де қайтадан беремін. Олар қандай мәселені көтерді? Ақша алды ма, алады екен, оралған адамдардан. Сізді жамандапты, сіз қалай шыдайсыз оған дейді да маған. Олар тіпті айтты, біз оны қамағымыз келеді деді. Бұл жерде Серікжан ұсталған күн ма, одан бұрын ба осындай болғандығы туралы хабар тарады? Одан бұрынғы әңгіме. Міне жерде мынау күлкілі әңгіме болып отыр. Өте күлкілі, масқара. Алматы қаласындағы құқық қорғаушылар, яғни ішкі істер департаментінің адамдары, өкілдері, Серікжанды қамағымыз келеді деп Әзімбай Ғалиға, ол бір білдей саясаткер. Қазақ мемлекеттік Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің профессоры. Бұл көшеде жүрген кездейсоқ адам емес. 10 сағат. Осы кісінің өзін 10 сағат ұстап алып, Серікжанды жаманда, Серікжанның үстінен пікір айт, жаз деген. Ол кісі 10 сағат ұстаса да жазбаған. Содан кейін
мына жазып берген дейді. Жазған екен. Жазып берсем дейді, жазғанымды қайта айтқанымен жазғаным ұқсамайды. Қайта өзгертіп отырдық деген сөз бар. Сонда мына адамның күлкісі келетінін, олар сол жерде Серікжанды қолға алғысы келетінін ашық айтқан. Қолға алғылары келіп жүрген. Сонда биде дегенде бұлар. Анау кетіп бара жатқан адамды біз ұстап алып кетуіміз керек. Сол үшін сендер оны жамандаңдар. Біз ұстайық дейді екен. Сонда бұл бандитизм ба, қалай ол? Түсінбейсің. Бұл қандай құқық қорғаушы сонда? Сонда осы жолда айналасы бір 3 күннен бері сондай бір жоспарланған нәрсе бұл ұқсап қалады. Жоспар Серікжанның айналасында осындай бір нәрселер жүріп жатыр. Атажұрт еріктілердің жұмысының айналасында. Ол не үшін? Ол кімге керек? Қазіргі кезде ол енді Атажұрт еріктілер Қытайдағы осындай зар илеп жатқан 3 миллион қазақты құтқару үшін жұмыс істеп жатқан бүтін халық біледі. Видеосын, анасын, мынасын, жалпы қайырымдылық шараларын түгел көріп отыр, желілерде. Осыны көріп отырып, сонда соны тоқтатқысы келе ма? Ол тоқтату кімге керек? Қаншама зарлаған, жылағандарға үйіндегі ішіп-жем туралы, ақша туралы көмек жасап отырған, және де жоғарыға кімге арыз беретінін білмей отырғандарға арыз жазғызып беріп отырған адамды ол тоқтату кімге керек? Ол Серікжанды барып талап кеткен күннің ертеңінде офиске барып, офисті ішіндегі нәрселердің барлығын алып кеткен. Ал біздің офистің ішінде немене бар? Офисте компьютер бар. Ол жерде Қытайда туыссыз, жазықсыз ұсталып, сотталып жатқан қазақтардың арызы бар. Басқа ешқандай емес. Тек Қытайдағы туысы. Біреуінің әпкесі, біреуінің әйелі, біреуінің қызы, біреуінің ұлы жатыр ол жақта. О да соттың Қазақстанмен президент соткамен сөйлесіп қойғандығы үшін ұсталып кеткен, 3 жылға сотталып кеткен. Соның барлығын барлық нәрселерді алып кеткен. Енді қазірге дейін бермей отыр. Бұл жерде және бір қызық. Оларға не керек? Бұлар айтады. Бұлар Атажұрт еріктілерін айыптап отырған жоқ. Серікжан Біләшұлының жеке басын айыптап отыр. Жеке басы. 174-ші бап 2-ші тарау дегенде Серікжанның жеке басына таға отырып, ана бір еріктілердің, арызданушылардың дөйдаладағы былайша айтайықшы, Серікжанмен қатысы жоқ, дөйдаладағы арызданушылардың арызын мұсадырлап кетіп отыр. Тінтіп офисте. Кейбіреулердің жеке заттарына дейін кетіп қалған ол. Енді соттың бұйрығы болған жоқ ода. Жоқ. Соттың бұйрығысыз алып. Серікжан Біләшұлы оның жұмыс тактикасы қашанда ол адамдарға көмектесу, сосын Қазақстан Республикасының заң және заң шеңбері негізінде біз қаламменен қағаз алып соған арыз жазамыз деп арызға үйретіп қалай Қытайдағы туыс туғанын құтқару туралы елбасының саясатын үгіттейді. Елбасына және осы мемлекеттің саясатына қарсы ешқандай да бір Серікжанның лекцияларынан бір ауыз сөз таппайсыз. Бұл халықты бірлікке шақырып отыр. Бірлікке шақырады. Ұлтын, халқын, мемлекетін, қазақ елін сүйетін азамат. Мына тәуелсіз елдің мәңгілік Қазақстанның тәуелсіз болып тұруы кімге керек? Ол қазақ халқына керек. Қазақ халқы үшін керек Қазақстан. Осы тәуелсіз етіп ұстап тұру үшін не істеу керек? Қазақта бірлік болу керек, сана, сәуе болу керек. Осы жағына үлкен еңбек сіңіріп жүрген Серікжан Біләшұлын бұлайша аяқ астынан барымталау бұл қазаққа жасалған қастандық. Қазақтың мемлекеттің тәуелсіздігіне жасалған қастандық, арысын айтсақ. Қазақ мемлекетінің әлемдегі имиджін, абыройын тікелей түсіреді нәрселер. Елбасымыздың абыройын түсіреді. Қайта мемлекеттің тұтастығын, ұлттың тұтастығын, ұлтаралық және өңіраралық нелер болмас үшін қаншама мыңдаған лекциялар сөйледі. Ел бүкіл елге танымал, тіпті халықараға танымал болған адамды аяқ астынан осындай ұстау бір адамға арасында бүкіл халыққа үрей тудырды. Ол не үшін керек, ол туралы түсіндірме не айтылған жоқ хабарда. Серікжан Біләшұлы әдеттегі бір құқық қорғаушы, әдеттегі бір жәрдемдесуші осындай бір адамнан осы 2 жыл ішінде өзінің жоғары өредегі көп тілді, одан кейін көп білімді азамат екенін қазақ халқына, Қазақстан мемлекетіне және бүтін әлемдегі халқы, Еуропаға, Америкаға өзінің жоғары деңгейдегі саясаткер екендігін таныта білді. Осы ғасырда бір керек адам ретінде, қазақ халқына
Қазақстанға, қазақ мемлекетіне серік жанындай білімді адам керек. Мемлекет серік жанды пайдалану керек. Оның жағынан пайдалану керек. Қайта соны қорғау керек. Қорғау керек. Оған апарып, ана каналда комплимент жинап, мына ғалымды әкеп Әзімбай сияқты оған апарып қарсы сөз айт демей, серік жаннан пайдаланып, серік жаннан осындай бір білімді адамдарды үкімет пайдаланып істету керек. Иә, мына біз мәңгілік ел құрамыз дейді екенбіз. Мынандай елдің берекесін келтіретін, елбасының абыройын түсіретін, мемлекеттің бет-беделін халықарадағы түсіретін мынандай әрекеттермен шұғылданып отырған адамдарды тез арада анықтап тауып бір жақтылету керек. Бұны кім істеп отыр? Бұл кімге не үшін керек болды деген сияқты. Бұл ашық түрде осы елбасының бет-беделін төгу үшін істеліп отыр ма? Қазақ мемлекетінің халықарадағы абыройын бет-беделін төмендету үшін істеліп отыр ма? Жоқ, қазақ халқына қара күйе жаққысы келіп істеп отыр ма? Жоқ, бұл Серікжан бір әдеттегі бір адам емес, бүкіл қазақтың мүддесін қорғап, қазақтың Қытайда зар илеп, құқығы тапталып отырған 3 миллион қазақтың мұң зарын бүкіл әлемге таныстырып отырған адам. Осы арқылы халықаралық ұйымдардан көмек сұрап, мына жас мемлекетті андай алпауыт елге қарсы қоймайықшы деп Қазақстаннан көмек сұрап, сұрағанның сыртында Қазақстанға демеуші болсын деп ана ұйымдардан көмек сұрап отыр. Ана мықты демократиялы елдерден, әлемде өзіндік ролы бар елдерден Қазақстанға көмекші болсын деп сұрап отыр. Бұл Қазақстан үшін өте маңызды жұмыс бұл. Қазақ халқы үшін өте маңызды жұмыс. Осындай жұмыс істеп отырған адам бірақ күнде барымталап апарып мемлекетке де салмақ түсірмей, қаржылық жақтан да ешбір мемлекетке де салмақ түсірмей, еріктілер берген тиын тебендерді және өз жанынан ақшасын жұмсап. Ең алғаш бүкіл қаржыны өзінің қалтасынан шығарды. Ол Серікжанның да асып жатқан байлығы жоқ. Дұрыс. Иә. О да қарапайым бір саудагер. Соныменен жан бағып жүрген адам. Әзір 7 отбасын бір өзі асырап отыр. Алғашында бүкіл осы компрессияның қаражатына дейін ол кезде ел білмейді ғой. Серген өз қалтасынан шығарып жүрді, жылап еңіреп, мәселен күйеуі Қытайда қалған жесір әйелді, жетім бала, соларға да қалтасынан шығарып 5.000 теңге, 10.000 теңгесін беріп жүрді. Кейіндеп барып ел халық оянып, сендердің жұмыстарында оңай емес екен, біз берейік мына 5 теңгені, мына 10.000 теңгені біз берейік дедік. Содан кейін халық ояна келіп, былай офис алып істеуге тура келді. Кешке дейін көшеде жүре бермейсің ғой. Содан бір жерде жиналып, осы жерде отырып, арыз жазыңдар, осы жерде отырып жұмыстарыңды істеңдер деп, халықтың ішінде біраз қолында бар адамдар. Тіпті ауырғанда дәрі алып ішетінге ақшасы жоқ отырған балалардың көзінен жас ағып жылап тұрып, оған өзінің жанынан ақшасын беріп, ертіп барып, бүкіл жаңағы продуктысын алып беріп, 50-60 отбасы әзір тікелей ата жұрттың қамқорлығымен өмір сүріп жатыр. Егер ата жұрттың осы қамқорлығы үзілсе, олардың қалай болатынын білмейміз біз енді. Осы мемлекетке не үшін керек? Мемлекет істейтін шаруа осы. Оны мемлекеттің басын ауыртпай, оны зарлатып жылатып әкімшілікке жібермей, халықтан анадан барып 5.000 теңге, мынадан барып 70.000 теңге, әзір әлеуметтік желі деген жақсы WhatsApp тобын құрып, үгіттеп, айналайын көмектесші мынан, екі дүниеде бұдан қайтпаса Құдайдан қайтар деп зарлап еңіреп жүріп, бір 500.000 теңге жинасаң бір айда, оны бөліп бересің. 20.000 теңгеден болса 25 отбасы. Ана күнде 6 наурыз күні қайырымдылық шарасын өткіздік. 600.000 теңге жиналды, сол жерде дереу 30 отбасына 20.000 теңгеден бөліп бердік. Ұн жиналды, ұн, макароны бар, күреші бар, киім кешек, не жиналды сол жерде? Бір айлық ішіп жемі айырылды осы. 30 семьяға сол жерде бөліп беріп, оларды алғысын айтып кетті олар. Енді бір айдан кейін олар тағы да жаңағы ішіп жемі тағы таусылды. Сол кезде енді ата жұрттың жұмысы әзір біздің Алматыдағы офисіміз жауып тастады. Осыдан ары қарай енді халық та келеді. Халықтың ақшасымен ашып отырған офис ол. Енді ол ары қарай мәселені сол мәселен 50-60 семья қайтеді.
қалай өмір сүреді. Енді оны мемлекет қарау керек, әкімшіліктің басын ауыртады, айтады, бүйтеді, жылайды, еңірейді. Мемлекет қолдан ғана тұр ма, кім біледі. Бүкіл енді гуманитарлық көмек жасайық, Қытайда осындай қиын жағдайдың болғанын бүкіл әлем білді. Қытайдан келген отбасында қиыншылығы балаларды бірақ біз қайтадан баспана беріп, бірақ қайтадан қиыншылығын шешейік деп ойлап жатыр ма, кім біледі. Жоқ, үйтіп ойласа еді, Серікжан тарпып алып, бастап ұстап алмай айтса да біз бере салатын едік қой біз. Параллель істей берсе болар еді. Иә, бірақ елу алпыс семьяны мемлекет өзіміз асыраймыз десе біз қуанып кетер едік қой. Кім көрінгеннен ақша сұрау кімге жағады ол? Онда мемлекеттің беделін бүкіл әлемге танытып, онда Серікжан былай жарыс алып айтып, халықараға беделін көтеріп жүретін азаматтың бір болмас па еді. Әзір енді кешеден бері қарай ғой, негізі кешеден бері 2-3 күн болып қалды. Әлемдік ақпарат осы. Қазақстанның әлеуметтік желісі бүкіл осы Серікжан тақырыбы. Мына әлемнің 40-қа тарта елінде 5 миллиондай қазақ тұрады. Көп бөлімі осы Қытай менен Өзбекстанда. Қытайда сол 3 миллионға таяу қазақ тұрады. Батыстың және әлемдік ақпараттарға сүйеніп отырып, мына жақындағы Қытайдағы болып жатқан кейбір саяси лагерлер көбейіп жатыр. Сол батыс ақпараттарында ұйғырлардан 3 миллион, қазақтардан 500 мың, қырғыздардан 50 мың деп айтады. Енді оны анық қанығымыз білмейміз осылай. Бірақ көп екені рас. Оны Қазақстан үкіметі, сыртқы істер министрлігі 2 рет нота тапсырған, оған мардымды жауап болмаған. Сонымен көп нәрсе бұдар мардымды жауап бермеген. Енді әлемдік деңгейде халықаралық кісі құқық қорғау органдар бар ғой. Соған ағылшын және басқа тілдерде 5 түрлі тілде атажұрт еріктілері арыздарын жолдап отырды. Сыртқы істер министрлігіне де жіберіп отырды. Нұр Отанға, сыртқы істер министрлігі, президент аппаратына барлығы сол атажұрт еріктілерінің айналасында осы сыртқы істер министрлігін осындай бір арыздарменен қамдап отырды, документпен қамдап отырды. Соның арқасында олар арыздана білді. Қытайда жағдайларды айтып, кейбіреулері бірталай шықты сол арыздың арқасында сыртқы істер министрлігінің және халықаралық құқық қорғау ұйымдарының қысымының арқасында болып отыр. Кейбіреулері мойындамай ана болды, мына болды деп қалай шығарып қойып, паспортын бермей, саяси үйрену лагерінен шығарып қойған өткенде бір қызды. Паспортын бермейді. Сонымен ана жақтан, Америка жақтан звондайды, кетіп қалды деген. Соң қайтадан сол Қытайда тұрып жылап еңіреп, мен кеткем жоқ, міне Қытайда тұрмын деп артындағы нәрселерін көрсетіп, содан қайтадан үстіп жүріп те шығарып алып кетілген адамдарымыз болды. Сондықтан енді осындай үлкен жұмыс атқарылып жатқан кезде ол атажұрт еріктілерінің есігін тақап тастау дегенді түсінбедік. Сонымен бірге олардың алып кеткен жаңағы арыздар бағанада айттық. Ол ешкімге керек емес, тек қана Қытайдағы туыс-туғанын жоқтаған арыз ол. Оның ішінде кейбір келіп отырған кейбіреулердің удостоверениесі жеке бас куәліктері де кетіп қалған. Қазір енді сол адамдар біз іздеп отыр. Біз айтамыз, оны ішкі істерден барып ал дейміз. Ал енді бүтін Қытайға арыздана алмай, қайтайын білмей отырған адамдардың көбі біз арқылы арызданып отыр. Ендігі арызданатындар қайда барады? Кімге барады? Әңгіме бұл жерде. Біз халықты ұстап отырған адамбыз. Көшеге шықпа, наразы болма, тек қана осы жерден арызыңды жазып, былай жібереміз сыртқы істерге оған деп. Бұдар дүрсе қоя беріп, барды да жауап тастады, қалғанын көреміз тағы, немене болатынын. Сондықтан енді мына 2-3 күннен бергі 3 түрлі жағдай, жалпы Серікжан Біләштің маңайындағы жағдай адамдарға үрей салып отыр. Бірі барымта мәселесі, екіншісі ұлттық арна басты тақырып бағдарламасының Серікжанға байланысты нәрселерді қиып көрсетуі, үшіншісі профессор Әзімбай Қалидың ағамыздың ананы айт, мынаны айт деп Серікжан Біләштің үстінен комплимент айт деген сияқты қысым. Осының барлығы қоғамда біртүрлі құқық қорғау органдарына деген сенімсіздікті тудырып отыр. Енді біз атажұрт жалпы сонымен бірге ақпарат құралдарына халыққа енді арыздарыңды жалғастыра беріңдер деп, үрейленбеңдер деп біз айта беруіміз керек, олар келе беру керек қой негізінде. Енді халыққа айтарларыңыз болса, айтыңыздар жалпы халыққа. Енді бұл жерде Қытайда әлі қаншама қандастарымыз зарилеп отыр, құқықтары тапталып. Қытай билігі өзінің және халықаралық заңдарды белшесінен баса отырып,
геноцидтік саясат жүргізіп отыр. Оны біз айтып отырған жоқпыз. Бүкіл әлемнің ақпараты жариялап отыр. Қытай билігі де саяси үйрену атты лагерлерінің бар екендігін мойындады. Ендігі бұл жерде біздің қаншама қандастарымыз жатыр, ет бауыр туыстарымыз жатыр. Сондықтан барлықтарымыз және де арызды тоқтатпаймыз. Алла қаласа алдағы жерде түсініспеушіліктер шешіліп, және де біздің офисіміз ашылып, жұмыс жалғастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді. Халық өзі де ешқашан арызды тоқтатпау керек. Басқа жол жоқ қой, тек қана арызды жалғастыру. Бұл жерде біз мына Серікжан мәселесінде де біз ешқандай халықты митингке, бейбіт шеруге, наразылыққа шақырмаймыз. Серікжанды қолдағысы келген адам, Серікжанның құқығының жанышталуын қаламайтын адамдар видео арыз беруіне болады, және де елбасымызға, халықаралық ұйымдардан көмек сұрауына болады, Серікжанды қолдап. Бірақ әрқандай жерде топтасып, ереуілге, шеруге шығуына болмайды. Біз оған қарсымыз, ереуілге қарсымыз. Халық үшін Серікжан 3 жылға жуық шірпір болған болса, енді бір Серікжан үшін халық және де Серікжанға жабылған айып жалалардың барлығын алып тастап, осы қайдадан ішімізге оралып, мемлекетке, ұлтқа қызмет етсін деп талап қоюына болады халықтың қазір, иә? Болады. Енді бұдан кейін біз сол Серікжан туралы айтатын болсақ, адвокатымыз Омарова Айманмен бірлесе отырып, тез арада Серікжанның осы толық ақталып шығуына атсалысамыз, ата жүлдерділері. Сонымен бірге, жаңа Ерлан айтып кетті, өзіміздің ұстанымымызды айттық, ешкімді біз митингке шақырмаймыз. Халық арызын, Қытайдағы туыс-туғандығын жоқтайтын арыздарын бере беруі керек, біз оны жалғасты қабылдаймыз. Сонымен бірге, Серікжан туралы өздерінің ой пікірлерін айтқысы келетін болса, біздің ішкі істеріміз бар, сыртқы істеріміз бар, елбасымыз бар, халықаралық ұйымдарымыз бар, өздері біледі о жағын талғау. Жалпы біз ата жұрт ұйымы жұмысты бұрын істеп келген болсақ, тағы да осы Қытай қазағында қорғау жұмыстарын жалғасты атқара береміз. Тек қана жалғастыра беру керек.